Жаңаөзеннің аумағына 185 дана бейне бақылау орнатылып жатыр. Жылдың аяғына дейін іске қосылатын камералар барлығы 60 нүктеде жұмыс істейді. Қала және Теңге мен Рахат ауылдарын толықтай қамтитын болады. Жергілікті басқару орталығы полиция басқармасының жүрегі іспеттес. Қала көлемінде орын алған қандай да бір қылмыс бірінші кезекте осы орталыққа келіп түседі. Мұнда мамандардың қырағылы басым болу қажет. Өйткені бейнебақылаудың көмегімен осы жердегі мониторлар арқылы олар құқық бұзушылықты дереу анықтап бағыттама беріп отырады. Бағыттама жазылған Nissan Maxima мемлекеттік белгісі 827 MHA. Бүгінде Жаңаөзен қаласы бойынша 40-қа жоқ жерде бейнебақылау жұмыс істеп тұр. Нәтижеде жылдан жылға артып келеді. Мәселен, жергілікті басқару орталығы арқылы былтыр 3466 құқық бұзушылық анықталса, соңғы 5 айдың ішінде олардың саны 93-ке артып отыр. Ал жылдың аяғына дейін іске қосылатын камералардың қылмыстың алдын алу және болдырмауға үлкен септігін тигізері сөзсіз дейді жауаптылар. 2009 жылы 5 айдың ішінде полиция басқармасы жедел басқару орталығы арқылы бейнебақылау камерасының көмегімен 3559 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, оның ішінде ұсақ бұзақылық 77, қоғамдық орындарына маса күйінде келу 177, жол ережесін тәртіп бұзу 2882, басқа да әкімшілік бұзушылық 423 анықталды. Соның ішінде 9 қылмыс ашылды. Қала аумағына бейнебақылаулар бірінші кезекте тұрғындардың қауіпсіздігі үшін орнатылады. Камералардың көмегімен кез келген қылмыстың ізін суытпай ашуға мүмкіндік зор. Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының жеке құрамы қоғамдық тәртіпті күзету және қылмысты ашу бағытындағы жұмыстарды жандандыру үстінде. Сәуле Жолманбетқызы, Нұрсұлтан Өскенбаев, Каспий ақпарат.